Мала ертісіне, иә, дұрыс болды. Өшірілді ма? Мен естіліп тұрмын ба? Я Естіліп тұрсыз, бірақ нашар. Қайырлы кеш. Құрметті әріптестер. Енді мына жұмыстан кейін әдейі қойдық. Біздің жұмыстарында текучкасы болмайтындай, ешкім кедергі жасамайтындай, өздеріңіздің де уақыттарыңыз болатындай. Қазір жақсы естіліп тұр ма даусым? Я естіліп тұр. Я жақсы естіліп тұр. Қазір жақсы естіліп тұр. Қазір мен мына жерге конкурстық құжатты ашайын. Бүгінгі негізгі қарастыратынымыз конкурстық құжат. Сол конкурстық құжат бойынша нені ескеру керек, нені ескермеу керек, сол жағына назар аударамыз. 9 күні порталда бүкіл система енгізілгеннен кейін сол порталменен қалай жұмыс жасаймыз, ол туралы толығымен қарастыратын боламыз. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, заявка бойынша 104 тех задания жарияланды. Жалпы суммасы 75 миллион теңге, яғни соның ішінде миллиардпен әр жылға әр приоритет бойынша бөлінген. Мынандай түсінік қалыптаспасын, бұны біз жасаған жоқпыз, бұл біздің тех задания емес. Бұған қосылмай қойсақ болады деген сияқты. Бұл конкурс, ешқандай шектеу жоқ. Ол басқа жерден берілсе де мүмкіндігінше бұған қатысып, бұларды ала беруге болады. Ондай 24-25 жылдарда да көп жағдайлар болды. Яғни мен университет берген тех заданияны басқа жақ алды, немесе біз басқа жақтың тех заданиясын алдық деген сияқты көптеген жағдайлар болып жатыр. Егер өздеріңізде сұрақ болса, конкурстық құжаттың номерлері бойынша сұрай берсеңіздер болады. Мен негізгілеріне қазір тоқталып кетем. Мына жердегі үлкен сума ЦАП деп аталады. Сол ЦАП бойынша арнайы номер тұр. Конкурстық құжаттың ішінде екі түрлі номер тұр. Қарасаңыздар, 1, 19, 20, 30, 31, 39, 53, 54. Бұл тех заданияларға Казгу қатыса алмайды. Оған жазып уақыт құртудың қажеті жоқ. Ол жерде біз тек қана исполнитель ретінде консорциумға кіре аламыз, сол ұйымдармен бірге. Егер алдын ала соларменен тех задания жасалып бір-біріңізбен жасасаңыздар, олардың барлығы қарастырылады. Конкурстық документацияның 7-ші бетінде көрсетілген. Себебі бізде мега грант болды. Сол себепті қатыса алмаймыз. Одан кейін тағы да астында 22-ші пунктте тұр. Жаңа научно-технический заданиялар бойынша ол ЦАП-тікі, бұған біз қатыса алмаймыз. Екінші тағы да басқа тех заданиялар тұр. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Бұлардың барлығы жыл бойына білесіздер хакатондар өтті былтыр. 25-ші жылы сол хакатондардың негізінде жасалған тех заданиялар. Ол жерде көрсетілген компаниялар міндетті түрде 30% сумма софинансирование құю керек. Казатомпром болсын, тағы басқа болсын, осылардың барлығымен.
Бұл жерге қатысатын кезде соны назарға алуларыңызды сұраймыз. Тағы да назар аударатын жерлер: руководитель міндетті түрде проектінің жоба жетекшісі болу керек, немесе жобаны сәтті аяқтау керек деген дұрыс емес. Ондай ақпаратқа алданбаңыздар. Ол жерде конкурстық документацияның өзінде жазылған желательно деп тұр. Наличие опыта руководства научными проектами и программами желательно. Яғни міндетті емес. Егер сіз жаңағы соңғы 5 жылда PhD, доктор, кандидат атақтары болса, соңғы 5 жылда шығатын мақалаларыңыз мұны астындағы фундаментальный прикладной бойынша, көрсетілген бағыттар бойынша 3 скопус 5% немесе 1 скопус 70% менен бар болса, сіз жоба жетекшісі ретінде бола аласыз. Бірақ сіз жоба жетекшісі болсаңыз, басқа ПЦФ-ға қатысушы ретінде қатыса алмайсыз. Ал егер тек қатысушы ретінде болсаңыз, сіз 2 жобаға, 2 ПЦФ-ға қатысушы ретінде кіре аласыз. Бұл конкурсқа мұна қазір берген КМУ немесе ГФ жатпайды. Бұл бөлек конкурс, сол себепті бұда бөлек қарастырылады. Соцгум, одан кейін искусство бойынша оның бөлек көрсеткіші бар. 35%-ден 3 мақала болса, немесе 12 кксон. Ал нацбезопасность бойынша өзінің арнайы кксон мақалалары болу керек. Сол жағын мән беріп қарасаңыздар болады. Скопспен бірге. Бұл жоба жетекшісіне қатысты қойылатын негізгі талаптар. Одан кейін негізгі жоба жетекші жобасы бойынша міне 30% шетелдіктермен бірге және басқа да инженерлерді қосуға болады. 30%-дан артық болмау керек. Ол бірінші ПЦФ-ның несі көрсетілген. Екіншісі 30%-ы 40 жасқа дейінгі әріптестер болу керек. Яғни жас ғалымдар, докторанттар, магистранттар. Соған назар аудару керек. Ал егер шетелдік әріптестерді бұл жерге қосатын болсаңыздар, шетелдік әріптесіңіздің наукометриялық көрсеткіші жоба жетекшісімен бірдей болу керек, одан кем болмау керек. Яғни жоба жетекшісінің киршасы 5 болса, шетелдік әріптесіңіздікі кемі 5 болу керек. Тек қана резидент ретінде қарастырылмайды, ал қалғанның барлығы сол талаптарға сай болу керек. Бір жерде жоба жетекшісі ретінде айтып кеттік. Жоба жетекшісі ретінде 24-26 жылдары ПЦФ болсын, ГФ болсын, жоба жетекшісінде жетекші болса, ол қатыса алмайды. Соған назар аудару керек. Яғни 26-24-те немесе 25-27-те жобаңыз ПЦФ-іңіз болса, сіз жетекші ретінде болмайсыз. Ол 24-26 жылдары жоба ұтып, бірақ 25 жылы, 26 жылдары замена жасап сізге ауысқанның өзінде сіз жоба жетекшісі бола алмайсыз. Айттық енді, бір жоба жетекшісі осы конкурстың өзіне бірақ заявка бере алады. Вакансия ретінде 10%-дан артық қоя алмайсыздар. Осыған назар аударыңыздар. Формальныйда тексеріледі. Вакансия 10% болу керек. Соңында системада сіздерде көрсетіп тұрады. 10% шықты деген сияқты. Жас ғалымдардың пайызы неше болғанын көрсетіп отырады. Яғни осы 11-15 бөлім бойынша конкурстың документацияның талаптарына сай келмесе, ол доработкаға қайтадан келіп, оны дұрыстауға болады. Доработка бойынша біз тағы да ескертеміз. Жобаларды жіберіп болғаннан кейін проректор қол қою керек деп күтіп отырмаңыздар. Сіздердің заявкаларыңызды көріңіздер.
ПЦФте мысалы көп заявка болмайды. Біз мүмкіндігінше қарап, қай жерінде қандай доработка дұрыстау керек болады, біз кері доработкаға жіберіп те отырамыз. Бізден консультация алып отырыңыздар. Кеше грант қаржыландыру бойынша көптеген келді. Біз түнгі уақытқа дейін отырып, кейбір дұрыс емес аннотация, үш тілде емес, тағы басқа ожидаемый результат дұрыс емес доработкаға жіберіп отырсақ, жоба жетекшілері жобасын ары қарай қарамайды, ЭЦП-мен растап қойған соң болды. Сол себепті толық подано деген статусқа дейін мән беріп қарап отырыңыздар. Мынау мен жаңағы айтқан 25-23, 24-26, 25-27 жылдары мега ұтқан ұйымдар мынау көрсетілген тызыларға қатыса алмайтыны туралы. Одан кейінгілердің барлығы хакатонның негізінде жүзеге асқандар. Енді кез келген нәрсені, мына жақта енді жалпы ПЦФте методика определения уровня готовности технологий. Мынау сіздердің уровень готовности технологий дәлелдейсіздер. Сол кезде кемінде ПЦФ-да 1-2 болу керек, содан ол 6-5-6-ға дейін өсу керек. Мүмкіндігінше софинансирование бар болатын болса, оны қосыңыздар. Консорциум 1 миллиардтан жоғары қарай болса, ол міндетті түрде консорциум болады. Жалғыз вуз өзі қатыса алмайды 1 миллиардтан жоғары суммаларға. Соған назар аударыңыздар. Мына жерде де заявка на участие в конкурсе согласно приложению аннотация на 3 языках. Міне. Аннотация, яғни сіздердің заявканың ең Word'та, системада емес. Сол Word'та аннотация сіздерде 3 тілде болу керек. Бұрын ондай болмаған. Қазір ең біріншісінде қойылатын аннотация 800 сөзден тұрады қазір. Сол 800 сөз 3 тілде болу керек. Заявканы орысша жазсаңыз, орысша, ағылшынша, қазақша қоясыз. Қазақша тұрса, қазақша, ағылшынша объектіде, ағылшынша, екінші заявканың тілі орысша ма, орысша, сосын қазақша қоясыз. Ал егер заявка қазақша болса, бірінші қазақша, ағылшынша, орысша, ағылшынша, қазақша, орысша қоясыз. Негізгі реті маңызды емес, мүмкіндігінше барлық жүйені енді сақтап, 3 тілде жасағандарыңыз дұрыс. Ал қалған астында пояснительная записка, цели, задачи деген сияқты, немесе ожидаемый результаты, ол 2 тілде. Не государственный язык, орысша немесе ағылшынша болады. Соглашение бойынша, прикладной бойынша міндетті түрде 1% болу керек. Олсыз формальныйдан өтпейді. Сосын соглашение жасаған кезде, соглашение о вкладе со стороны финансирующей организации деген соглашение о вкладе со стороны нан толығымен көшіріп алу керек. Көбісі былай жасайды алдыңғы заявкаларды. Соглашение о вкладе научного проекту, тағы басқа деген сияқты сөздер қосылады. Ол ештеңе қосылмау керек. Формальныйдың өзі дәл осыны ғана сұрайды, болды. Қазір он заявканың өзіне тағы да жеке тоқталамыз. Софинансирование пропорционально 3 жылда теңдей бөліну керек. 3-ші айға дейін деген жері бар. Сол жағына назар аудару керек. Міне, мына жерде көрсетілген софинансирование бойынша бірінші жылдың траншы до заключения договора с заявителями. Яғни комитетпен сіздің ННС шешіміңіз шықты, договор жасалғанға дейін бірінші жылдың ақшасы аударылу керек. Қалған екінші, үшінші жыл ННС-тің шешімі положительный шыққаннан кейін 3-ші айға дейін ақша түсу керек, перечисление жүру керек. Осыған мән беріңіздер. Мына жерде жазылған: для реализации научно-технических заданий в объеме финансирования не более 1 миллиарда обязательно консорциум. Один из следующих видов консорциума. Яғни, ол образовательный, соның ішінде кемінде 3 болу керек.
яғни бір ТО, компания, институт немесе жоғарғы оқу орны. 1 миллиардтан асқан суммалар болады. Ал сол консорциумға кірген кезде, жоқ, софинансирование бойынша. Міне, участниками программы не допускает закуп товаров, работ и услуг у софинансирующих сторон. Олардан алынбайтын туралы мән беріңіздер. Қайтадан олардан сатып ала алмайсыздар. Мына жерде аккредитация немесе юридический барлығы дұрыс деген сияқты бүкіл справкаларды наука өзі жіберіп отырады сіздерге. Тағы да мән беріңіздер, алдыңғы заявканың барлығы 36 ай болу керек, ГФ-тер. Январьда басталып, декабрьде біту керек дейді. Ал бұл жерде до 36 месяцев деп тұр. Яғни сіз заявканы жазған кезде маусымнан, шілдеден, тамыздан деп жаза аласыз. Примерно ННС-тің шешімі қашан шығады, соған ориентир жасасаңыз болады. Не обязательно 3 жылға, жаңа 36 айға жазу. Сол жағына назар аударыңыздар. Жаңа софинансированияның маңыздылығы 5% болса, ол 1 балл алады. Егер 20% софинансирование болса, 4 балл максимум алады. Одан артық берілмейді. Осыған назар аударыңыздар. Софинансирование жасалған кезде міндетті түрде міне ННС. ННС-тің шешімінен кейін немесе оған дейін екі жақтан печать міндетті түрде болу керек. Көп софинансированияны тек қана қолмен алып келіп жатады бізге. Ол дұрыс емес, оның шаблонын біз тағы да жібереміз. Міндетті түрде екі жақтан қолымен мөрі, проектінің толық атауы, проектінің НТЗ-ның номері, соның барлығы көрсетілу керек. Срок реализации мына жерде не сұрап тұр? Подтверждение намерения. Произвольной формами жүреді, указано название программы, срок, сумма и необходимый ресурс. Міндетті емес, ол сумма ақшалай беру, услугамен беру мүмкін, оборудованияны беру мүмкін сіздерге. Ол қаржымен беру міндетті емес. Оны просто сол услуганы жобаменен қаржыға айналдырып жазасыздар. Және екі жақтан қол қойып, печатпен басылу керек. Мына жерде енді міндетті түрде міне көрсетілу керек. Міндеттерден кейін, яғни цели, задачи, сол задачиден кейін міндетті түрде сіздерде ТРЛ көрсетілу керек. Соны подтверждающий ретінде прикрепить файл деген блокқа бүкіл шыққан патенттеріңіз, монографияларыңыз, мақалаларыңыздың бәрін жинақтап, соны ілесіздер. Сосын конкурсный документация бойынша тех заданиялар астында бар. Заявка жазған кезде міндетті түрде соның ожидаемый результаты, цель, задачи, стратегические программы толығымен көшіріледі. Ол өзгермейді. Мынаны толығымен дәл осылай көшіріледі. То можно, да? А если прям нужно будет хотя бы один Гаухар раз? ханым, Ой, кешіріңіз. мысалға міне бір научно-технический задание, мынаны толық көшіріп қоясыз. Одан кейін цель программы ештеңе өзгерте алмайсыз. Көшіріп қоясыз. ВНТК-дан бұлардың бәрі шыққан. Одан кейін задачи мынадан бастап толық көшіріп қоясыз. Ештеңе өзгертпейсіз. Егер осы задачаларды ашып жазам десеңіз, мынадан кейін қосымша қосуға болады. Мынаған ссылка бере отырып. Негізгі задача осы болады. Дәл осы 8 задачадан кейін ТРЛ жазасыздар. ТРЛ начальный в этапе, во время подачи заявки условно 1 или 2 дейсіздер да, ал проект біткен кезде ол 5-6-ға барады дейсіздер. Бір сөйлем дәлелдейсіздер. Басында менде осындай задел бар,
мынандай схема бар. Енді ол соңына шыққанда мынандай линия жасалады, мынандай технологиялық схема жасалады деп кішкене ғана қосып кетесіздер. Доработка енді оны көріп жатырсыздар барлықтарыңыз. Мүмкіндігінше жұма күні жіберіледі. Бір 5 күнге дейін оны доработка жасауға толық мүмкіндік бар. Содан кейін конкурстық құжат бойынша сіздердің шыққан мақалаларыңыз 60% авторлар проектте отыру керек. Яғни сол проектінің орындаушылары 60% ертең нәтижесін беру керек. Ожидаемый результаты бойынша. Енді ол бұның әлі тағы да тоқталамыз. Ертең күні проект ұтып алғаннан кейін сол жағынан жұмыс жасап көрсетеміз. Конкурсный документацияның бірінші бөлігі бойынша, негізгі положениясы бойынша сұрақ бар ма? Менде бір сұрақ бар. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, 5.2 жаңа жазылып тұрған 36 ай деп жазылып тұр. Мынау проблема мынада. Біз қазір 36 ай демей, мысалды маусым, не шілде, не тамыз деп жазатын болсақ, жұмыс жыл бойы жасалынады ғой. Сонда біздер, мысалы, жалақы болмаса тағы да бір зат алатын заттар, жаңағы ақшамыз соған жетпей қалады да. Ал біз енді қазіргі талап бойынша министрдің приказымен бекітілген жалақыдан артық жалақы жаза алмаймыз. Сонда біз мына жерде берілген ақша, мысалы, 500 миллион берілсе, сол 500 миллионды үлгермей қаламыз. Сондықтан, мысалы, қаңтар айының басынан деп жаза беруге бола ма? Дәл осы сұрақ бойынша 24-ші жылы мен сұрақ қойғанмын. Конкурс жариялағаннан артқы датаны қоя алмайсыздар деді. Конкурс біткен датаға дейін деді. Бұл бойынша тағы да бір сұрайық, бірақ мен 24-ші жылы жобада шілде деп прям көрсеттім. Шілдеден басталады деп заявкада. Календарный планның өзі сол шілдеден басталды. Бірақ қаржыны сол кезде общий сумманы көрсеттім. Жалақы ретінде мысалға 6 айға толық игерілді. 30 ай деп қалғанын құрылғымен неге жұмсадым? Услуга тағы басқаға. Енді сізге ұсыныс жоқ, түсініксіз. Ол кездері, ол 24-ші жылы сіз конкурсқа берген кезіңізде, қазіргідей мына жалақы туралы, қазіргідей былай кемсітіп қойған нәрсе жоқ еді, бекітіп қойған. Онда сіз жалақыны қандай ойыңызға келеді, сондай қоя беретінсіз. Шындығында, мысалы, біз қазір бастадық жұмысты қазірді жазып жатырмыз. Бірақ біздер жұмысымызды жүргізе бастадық. Өйтпесе, мысалы, мен ауыл шаруашылығы саласында істеймін, біздерге дайындық 24 12 ай жүріп отырады біздерде. Елдер жұмыстарын істей береді. Олар ниеттенеді, біз кейін аламыз деп. Шындығында біз алмай қалатын болып отырмыз. Сіз осыны мұқияттасаңыз. Оны біз рұқсат бергенмен ертең тексеріс рұқсат бермейді. Қазіргі соңғы тексерістің барлығы оған дейінгінің барлығын есептемейді. Сіз проект ұтып алдым деп, сол үшін планды алдын ала көрсетесіз. Жарайды. Содан бәрі соқсын да, соқсат осы қоямын да. Гүлнар ханым. Соқсын келмейді. Міне мына жерде де сол кезде сондай сұрақ туындады. Амал жоқ, солай жасадық. 30 ай. Себебі шешім шығып ұтады, ұтпайды, сіз білмейсіз. Сол себепті комитет ертең мониторингті айтады, басқа тексерісте. Реально бірінші жылды қай уақыттан бастайсыз, соны көрсетіңіздер дейді. Сол үшін конкурста да до деп көрсетіп тұр. Біз ұсынамыз, көп жағдайда енді қазір конкурс жарияланды,
наурызда бітеді деп жатса, апрельден бастап қоя берсеңіздер болады. Ертеңгі күні ол шешім шығып, майда шығады ма? Хоть соның негізінде. Бірақ қазір тексерістің барлығы комитетпен қай күні қол қойылды, содан бастап есеп сұрайды. Календарный планның барлығын білесіздер. ННС-тің шешімі шыққан күннен бастап. Сол күннен бері қарай календарный планның бәрін жасатады. Ертеңгі күн соның барлығын бері жылжытып отырмайтындай, бірден мамыр, маусым деп сол айдан бастап жасаған дұрыс. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сұрақ қойса бола ма? Мен жалғастырайыншы. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз. Қуаныш, мынау мысалда біздерде мынау научно-технический заданиялар тұр ғой. Номерлері тұр. Научно-технический заданияда барлығы жазылып қойған. Мысалы, қазір мен продвинутые технологии космический сол салада НТЗ мен заявка берейін деп отырмын. Бірақ заявканың бағыты өзі, негізгі зерттеу бағыты ауыл шаруашылығы. Бұл жердегі жазылып тұрған бағыттар, жаңағы конкурста жазылып тұрған тіптен басқаша. Бұл қалай болады? Бұған біз қатыса аламыз ба, жоқ қатыса алмаймыз ба? Мына жерде көрсетілген тех задания бойынша мынау міндетті сіз, мен өзім мысалға енді биолог болсам да, қазір мен бір мысалын келтірейін. Разработать и внедрить технологии комплексной трансформации угля. Общий. Геологияға, тағы басқаға қатысты, химияға қатысты. Мына екеуін мен орындай алмауым мүмкін, бірақ ар жағында микробный биологиялық блоктар бар. Мен қатыса аламын. Ең бастысы 2-2 міндеттерді мен орындай алсам, қатыса аламын. Бірақ бұған мысалға олар айтуы мүмкін, химик тағы басқа деп. Самое главное, осы бағытта менің мақалам болса, ол не обязательно дәл осы геолог болу, немесе цифровой двойник жасау, углекимия бойынша жасау, және ең соңында мына жерде прямые результаты деген тұр. Осылар цифровая база данных углей, соларды мен жасай алатын болсам, составқа жаңағы химиктерді қосып істеймін десем, мәселе жоқ, бұл жерде жасай беруге болады. Жаңа сіз айтқандай ауыл шаруашылығы деп ол бағытта емес, сіздің снимктар бойынша жасай алсаңыз, кіре бересіз. Рахмет. Да, Илья. Сәлеметсіз бе? Кешірім сұрақ қойсам бола ма? Иә, тыңдап тұрмын. Қаржы бойынша. Түсінбедім. Сол қаржы бойынша сұрақты түсіндіріп беріңізші. Нақты сұрақ қойыңызшы, қандай қаржы? Я не поняла по финансированию. Когда открыла документ, орысшайтсам, кешіріңізші. Там уже написано все финансирования, которые выделено в эту техническую задание. Все, Вы получается. можете от этой суммы ниже указать, но не выше. Окей, получается, само финансирование показано в тех заданиях, да, так получается? Да, в каждое техзадание уже написано. Вот, например, 14 научно-технические задания, 16, там выделили вот 504 миллионов. По годам Всё. вот. Сейчас буду просматривать уже таких заданий. Спасибо большое. Ага. Кешіріңіз, сол финансирование туралы айтып бересіз ба? Ол қалай жүзеге асады? Не бойынша? Сол финансирование бойынша. Нақты несін айтып берейін? Ол қалай, кім аударады, сол финансирование организациядан қалай соглашение аламыз? Соның қандай? Осы жоба бойынша, мысалы, мына жобаны қолдайтын бір компаниялар табасыз, тоолар табасыз, мысалға, мүмкін министрліктер ма, екі жақты соглашение жасайсыздар, соның соглашениесін біз шаблонын жібереміз. Негізінен минимум 1%, максимум 20%-ға дейін олар от этой суммы қаржы бөле алады. Соны сіз аласыз да, өзіңіз қай бағытқа жұмсағыңыз келеді, в рамках проекта закуп аласыз ба, немесе басқа жақтарды жабасыз ба,
как поддержка проекта болып кіреді ол. Илья Кинский. Жақсы, рахмет. Здравствуйте, вы меня слышите? Надеюсь. Я с телефона это вышел. Получается, что вот эти все научно-технические задания перечислены в приложении 3, которое я сейчас смотрю, и суть этого конкурса состоит в том, что мы выполняем уже готовые научно-технические программы, да, там главное только рассчитать финансирование, определиться с исследовательской группой, правильно? Да, Высший научно-технический совет определил для вот казахстанской науки на 26-28 года 104 научно-технические задания, деньги выделили, в этих направлениях надо осуществлять вот научную деятельность. Надо решать вот эти задачи, вот эти цели в рамках этого конкурса. Понятно, спасибо. Спасибо. Сұрақ бар ма екен? Простите, можно спросить вот тоже по финансированию? Я. Вот там, где вот командировочные расходы, расходы на авиабилеты, там железнодорожные билеты, там написано представить ценовое предложение. Непонятно, одно ценовое предложение или 3 надо? Bir ценевое предложение бересіздер, болды. Сол жетеді, иә? Иә. И вот жаңа ғана вот аға сұрақ қойды ғой, да, мысалы біз 1 маусымнан қойсақ, да, а мерзімі 36 ай болу керек. Сонда біз не? 36 ай болу міндетті емес, конкурста до 36 месяцев деп тұр. До. Түсінікті. Все, жақсы, түсінікті, рахмет. Тағы да сұрасам бола ма? Мынандай сұрақ. Осы жобаны, то есть если мы запустим проект, возможно в проекте участие 2 национальных вузов, 1 частный вуз и, соответственно, ТОшка. Ол вузда аккредитация болу керек. Екінші қосылған вузда обязательно аккредитация по науке болу керек. Түсінікті. Спасибо. Рахмет. Жақсы әріптестер, бүгін тек қана кіріспе ретінде ғана қарастырдық. Алдағы уақытта әр тех задания бойынша жеке сұрақтарыңыз болса, біз дайынбыз келіп, сол тех заданияны өзіменен жұмыс жасауға, ертең софинансирование штат бойынша тағы басқа шаблондардың барлығын жібереміз. Бір кішкентай сұрақ қойса бола ма? Сұрақ бар. Сіз вычеркивали кімдерді, НТЗ-ларды, ол НТЗ-ларды сондай заявка бермеу керек па? Қайсыған? Там ең басында сіз оларды қызылмен белгілеп, және де оларды сызып тастаған едіңіз, да? Мынау НТЗ-ларға біз бере алмаймыз. 1, 19, 20, 30, 31, 39, 53, 54. Бұл САП деп аталады. Центр академического превосходства. Бұған неге біз бере алмаймыз? Себебі дәл сондай сумамен біз қазір уже ақша қаржы алғанбыз. Ал мынау екінші көрсетілген бұл хакатондар, бір арнайы Қазтрансгаз, Қазтрансойл өзінің задачаларын береді, соны орындайды. Ол уже отработаны сол компаниялардың задачасын. Егер осы задачалар сіздер шеше алатын болсаңыздар, қатысуға болады. Ол компания сіздерге 30% софинансирование беру керек. Я, жақсы, рахмет сізге. Ал қалған кез келген тех заданияға қатыса беруге болады. Ашық. Жақсы, рахмет әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, біз дайынбыз. Келіп, ары қарай да жұмыс жасағандар. Рахмет. Кесіріңіз? Рахмет. Все доступнее объяснили. Сұрақ бола ма? Положение оқу керек не? Презентацияны жібере аласыз ба чатқа? Аяққаларды кім қарайды, кімге көрсетіп алсақ болады, кім көреді етеді, соны айтып жібересіз ба? И содан кейін Жаңағы презентацияны жібере аласыз ба сызықтарымен, номерлерімен чатқа?
Рахмет. Мгм. Еще получается, что больше шансов выиграть в этом конкурсе все-таки у опытных участников, да, получается, крупных каких-то учреждений, предприятий, вот, у руководителей, которые уже участвовали в проектах, так получается. Нет, руководителя только. Кажется, модератор. Ага. Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, это здесь открытый конкурс, неважно там, кто опытный, кто неопытный, рассматривают как с точки зрения ННС, получается, как КФ, но определенные задачи, да, вот дали вот 104 тех задания, на каждое тех задание будет отдельный конкурс между организациями, да, например, мы подали, там, Политех подал, например, ЕНО подал. Из них выигрывает один, получается. На каждое тех задание один руководитель, там, команда выигрывает, или там консорциум и так далее. И получается, там смотрят на квалификацию команды, опыт, там, инфраструктуру, наверное, там показывают будут. И можно, как и в КФ, там, набрать баллы, там, по софинансированию сделать. Это все приветствуется. Мгм. Нұрсұлтан Мейрамбекұлы, саламатсыз ба, сұраса бола ма? Саламатсыз. Кешіріңіз, мен жаңа кішкене кеште қосылып қалдым да, бас жағынан мүмкін айтылып кеткен шығар. Алдында депутат Асхат Айманбетовтің жазбаларын оқыған едім, бұрынғыдай емес, мысалы осы ғылыми жобалар ертең конкурстан өтсе, 2026 жылы уже басталып кетті, мінекей 2-ші ай. Бірақ оның жауабы где-то бір көктемде шығады, иә? Мамыр, маусым айларында. Кім өткен өтпегені. Мысалға, біздің жоба өтетін болса, сол жаңағы кім айтты ғой, Қуаныш Талғатұлы, мысалға маусым айында қол қойылса ННС-тен, иә, ғылым комитетінен, ғылыми кеңестен. Сол қол қойған күннен бастап есепке алынады ғой, иә, артында өтіп кеткен мысалы 5 айды есепке алмайды. То есть ол өткен 5 айға біз отчет бермейміз ғой. Басталуы сол уақыттан басталады. ННС-тің шешімі шыққан айдан басталады. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша сол айдан басталып 3 жылға созылмайды, жаңағы 3-ші жылдың аяғына шейін, яғни 2,5 жылға жүреді қазіргі қолданыстағы заң. Енді өзгеріс енді енгізіліп жатыр. Әзірге официально ресми түрде енген жоқ, бірақ ол қазір қай айдан басталады, сол айға дейін 3 жыл көлемінде жүретін қылып жасалып жатыр. Енді ол бұл конкурсқа қатысы бар ма жоқ па, оны болашақта айтып жатады. Енді әзірге дәл қазіргі қолданыс бойынша отчет тек сол ННС-тің шешімі шыққан айдан бастап жүреді. Сол уақыттан бастап айлық аласыз, сол уақыттан бастап отчет бересіз. Иә, жақсы. Бірақ енді бір сұрақ туындайды осы жерде. Мысалға біз уже календарный планды жасап, проектны уже ұсынып қойдық қой жобада. Жобада айттық, мысалы 27 жылдың мына айында біз мақала шығарамыз, мына айда мынандай қорытынды шығарамыз деген сияқты. Соған біз енді укладывать ете алмай қалатын шығармыз, ол қалай болады екен? Сіз бірінші заявка бересіз, сол кезде енді ескеру керек оны. Барлық задачалар сол берілетін айларға бөледі. Яғни июньнен басталса, июньнен бастап задачаларды қоя бересіз. Ал ол негізгі келісімшарт жасалған кезде комитетпен шешілетін мәселе. Яғни ол кезде сіз мынаны да қоямын, жылжытамын деген сияқты әңгімелер болады сол кезде жасауға. Демек, ННС қол қойғаннан кейін біздің жобамыз мысалға конкурстан өтіп тұрса, біз календарный план бойынша қайта қарастыруымызға мүмкіндік болады, иә? Өзгертулер енгізуге болады. Енді көп өзгерту енгізуге болмайды, сол үшін негізгі үлкен задачалар болса, оны 1-ші жылға емес, 2-ші, 3-ші жылға қойған дұрыс. Өйткені қатты үлкен өзгеріс енгізуге рұқсат бермейді, бірақ жаңағыдай алғашқы айлар өтіп кеткен жағдайларды рұқсат береді. Былайша айтқан кезде өтіп кеткендерді кешіктіріп жасау. Жақсы, түсіндім. Көп рахмет. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Егер сұрақтар жоқ болса, келесі тағы оқытулар болады. Сұрақтар болса, келіңіздер департаментте 10-8-ші кабинетте.